Aleyküm selam. Rahmat. Amin ya Rabbal alamin. Şu meçhit muazini olan bizge şu Cenab-ı Hacılık kuralı damlama etti. Kuralı kuralı böyle cemaat okup verende. Acil koydu kaldı. Bunu ayıklanın sebebi şu insan, şu ayrılığın da insan koyulup kaldı, şunu da koyuyor. O şoğa 2 Müslüman bir acil. Ben acil olanda 4 Müslüman vardım öyle. Biz nemin aytkanı sebebi bütün acılık koy hatalı ettik. Açık ele, oşandықтан Чубак ажы туура айткан. 5 вак намазды мен колумда болгондо 5 вак намазды тургузбаган адамды өлүп кетсе жөнөтпөйт элем депчи. Өткөн дагы өзгөндүктөн мен бир жерде отуруп калсам, бирөөсү тийишип кычык го, суроо берип калды. Ажыга барып келгендер hem кайтып келип ичип алып атат го, ого не дейсиз депчи. Анан айттым, эшекти апарып эле айландырып келсең ат болуп калгайт, эшек бойдон кала берет. О не дегениң деди эле, жанында айтты, болду, мен кийин сага түшүндүрөм деди. Жалп ел үшіндіп күлі берді де, кейін саңа түшіндірем деді. Анан не де оны бепті, дағын бір сұра берейін дедім де, бербеймем деді. Бербесең бербейлі қой. Мұна ошандай үрмат тұған, ошандан азы тура, мазын тура сұра берді, өте көйгөйлі, қанчалаған адамдар ажылыққа барғанға даяр. Бірақ қайтып келгенге даяр емес та. Неге? Анан дағы көбірек кетеді екен депші. Мен өзім 2015 жылы ажы басшы болып Қарасудан жамат апардым. Эми баргача качан кетебиз, ажака кетпейлі, ояқта тезек болбойлу, жаматтар учуп атат го. Сезем бар го, тартуу бар го. Шуну жылдырсаңыз, ажака сиз деле муфтият болуңуз, кыскасы тездетиң, жылдырып бериң дейт да. Алла, эми бардыгы ошол жака, эртерээк ажыга барайлы, машалла ушундай экен деп апардым, барып ажык бүгүн качан кетебиз да. Айланып кетейин, зорго келдиң го, очередь күтүп жатып, ибадат кыла бер, жок, качан кетебиз айтып коюң. Айтпай жүрө бердим да. Акыркы 3-4 күнгө урушуп кеттик да. Тонни келип алып көздөрү кызарып, манан тип келип алып. Айтың деди. Не кыласың деди, мен ham билбейм аны, чын айтканда. Бар ибадатын кылып келе берсе, токтоң кетпейсиз десе болобу? Ой, не болду, тынчылыкпы? Сиз өзү түшүнбөй жатасыз дейт. Нени билбейм, мен эмне түшүнүшүм керек башка? Сен Мадинада мен урам дейсиңби? Жок, урбайм го, анан чота бизди түшүнбөй атасыз дейт. Неге? Siz tayini aytıp koyun, biz o yaka tayarlataylı deyip de. Körse manyaka tayarlatış gereken de oğlum, bana verirdi onun için. Ana niye bana olsa, oşanın ötkündür açık gerek de şunu. Deyip barıdı, bu arada telefon Madina'nın burçunda durar. Bu kanap gele ver, jetpeyt onun. Mananca nandap gel, barganda men berem de. Ayt, aşağı tanga tayinlap koygamın. Madina'da uruşup atat. Ошондуктан жакында мына өзгөндүн Шоробашаттан Ашатам өзүнүн аялы менен баласы менен барып келди да, колунда бар. Анан айттым Ашата, неге бардыңыз десем, ажылыкка бардым деди. Эл көрсүн десем, жок деди. Андай болуп турган тойду дагы мындай эле көрөсүз десем, неге? Эл көрсүн болбой калат. Сиз азыр жылыкка союп окулуп эл көрсөнгө кыласызбы? Жок. Анда айткан сөзүңүз тун болсо, бир эле койсоңуз болот. Onu dukandı ötkürem. Men bari ötkörpemde Batayın Bişkekten keldik. Özgөнгө. Oşolla ayıldı hazır aytkanday. Birösü atasını bayıqı şunçalık iştep жүрүп atasını jönötkönken kelgenden keyin 90 minge жылкайып союптур да. Balası mundayını bilgende men atamды өлүп кетсе жөнөтпөйт элем деп атат да. Ачык эле айтып атат. Мындайını билсем жөнөтпөйт элем деп айтып атат да. Ел. Анан Айшатанынан бир кой сойдук, анан бизден жашынын ояк коюп жандамайга деп кудаларым көп деп баары эмне кылып тур, 2 кой сой берди да. Ошондой болгондо аксакалдар не деп алып отурат, мен кой бас тийип калды дейт. Анан жакына айттым, мына бир эле кой сойду, майли деп менен жашып жандамай кылып 2 кой союптур. Мында неге? Мында бар үчүн ушундай кылдык да. Неге? Жокторго үлгү болсун. Жоктор келип унчукпай да ажыга барып келип кала бер. Бұл өте Алланын алдында кабыл болгон ибадат 3-кө бөлүнөт да. Дене менен болгон ибадат, мал менен болгон ибадат. Дене 5 вак намазыңыз, мал закатыңыз. Ажылык экөө бириккен амал да. Малыңыздагы, жаныңыздагы. Ошон үчүн анан келгенден кийин ажака деп айтылат да, урматтуу тууган. Болбосо 5 вак намазга келсеңер намазака деш керек да өзүчү. Азан эсе азанчака деш керек да онучу. Өтө улук иш болгондо мына ошондой. Эми аны келгенден кийин той беришим керек, андай кылышым керек. Мен жамаатка кетип баратканда айттым Карасуудан. Баягы бар белек алып келем дейсиң да. Жай намаз тасып алып келем, мына Карасуудан алып кой. Бишкектен келгенден Дордойдон алып кой. Азыр алып коюп коем ака. Неге? Ыйык жай намаз жок. Ыйык таспи дагы жок.
Tonni Қытайдың таспысыз да. Анығылы, алып қойып қоймайнаққа. Дедім, айтқан қылғандар қылды, қылбаған келді. Ал жақтан замзам су құрма ғана келіш керек. Ажива деген бар, онан жет өне десең, жинда құрбай, сиқыдағы тейбейді. Замзам су, пайғамбар айтқан, аз-замзаму лима шурибала. Замзам емне мақсат еше тұрған болсаң, ошол мақсатыңа жетесің деген. Үй білен бардығы иманды болсын деп ішсең, үй білен бардығы иманды болады. Үй білен апкет бардығы алым болсын деп ішсең, бардығы алым болады да. Пайғамбар да не үшін қыза ошон үшін депчи. Ал жақтан үшін екеуін алып келгиле. Мақұл. Барды ал жердегі қанша айттым. Бірақ жайнамаз, таспи, ушундай. Эми аттың арман динден ушунчалык алыстаганбыз. Барып тавафты 7 жолу кылабыз, чарчайбыз да. Базарды 70 жолу таваф кылсам чарчабайт да. Ажы баскын дейт. Неге сен ойта бир нерсе көрдүм, азанак сүйлөшүп алып бергин. Адам кезен Куран окуйт, жок анан окуй берет жүрүң да. Қой десең көнбе, сен ажып ашсың, бардың қылышың керек депші. Анан келгенде сумкалары толды, аэропорттан түшкөндөн кейін анан көздері açıldı. Алла мүмкіншілік берді, 80 литр замзам алып келдім да. Алла мүмкіншілік берді, 80 литр замзам алып келдім. Көріп тұр ойлаймын, неге сен көп дейді. Себебі таспым жоқ дедім. 80 литр алыпсың ғой, жайнамаз алған жоқмын. Sen неге таспын көп? Елге берем да. Мен дағы мен елге берем. Неге жайнамаз көп? Сұйырматты адамдарға берем да. Мен дағы елге берем. Болды, иле берейін деп қалды. Шүйтті әм ұрышайын дейді, уже болмай қалды да. Уже ажып ашық бітті, қайыр қош. Ана шындай біз үрмәті туған. Ошондықтан біреу сұрау берген екен, неге біз оңалбайбыз? Алымдарымыз ушунчалык көп, илимдүүлөрүбүз ушунчалык көп, Кудайга шүгүр дейін, бирок неге оңалбайбыз дегенде айтқан екен, силер мынан дағы оңалбайсыңар. Себебі силер имамға намазда ғана уйысыңар, башқа жерде уйбайсыңар дейді. Шықпай тұрғанмын, Аллах акбар десе жығыла береткенсің де бардың уйып жүр. Ешкім тіка тұрып қойткен да. Сами Аллаху лиман хамида десе амына жығыла береткенсің да. Намазда ғана уйыткенбіз, башқа жерде өліп келсе уйып айткенбіз да, урматтуу туган. Ошондо ал жерде канча имамдар илимдүүлөр турат, бардык нерсесинде уйсаңыз, анан оңолосуз. Бардык нерсесинде намазда кандай баш ийип атасыз да? Масқа батпай қалды, сырттағыдан Аллах акбар, көрмейле егін кет қо. Көрген жоқ имам кім екенін. Сами Аллаху лиман хамида тұрады. Аллах акбар жығылды да, көрмейле. Намазда уйып атасыз да. Ошолла жөнөкөй дүйнөңдө эмне үчүн уйбайсың? Дүйнөңдө уйуп туруп, болду шуну айткан кылат деп атсаң, оңалыш өтө жеңил экен, тез эле асмандагы жылдызга айланып кетесиз, урматтуу туган. Пайгамбардын достору мына ошон үчүн оңолгон.